Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге шашу табақтың жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге каркас жасау қажет. Каркасты мен картоннан жасаймын және барлық өлшемдерін төменгі описанияға жазып кететін боламын. Картонымызды астыңғы дөңгелек подложкаға жабыстыру үшін ыстық клейді пайдаланамыз, бірақ ең алдымен картонымыздың каркасын осылай видеодағыдай етіп бүктеп сындырып алуларыңыз қажет, өйткені дөп-дөңгелек болып иілген кезде ыңғайсыз болып қалуы мүмкін егер бүктемесеңіздер. Клейімізді жағып, үстіне картонымызды қойып, 10-15 секундтай ұстап тұрсаңыздар, жақсы бірігіп қалады. Корзинамыздың артық картондарын қиып тастаймыз да, қалған бөлігін ыстық желімен тағы да жағып, жабыстырып қоямыз. Дайын түріндегі менде корзинамның ұзындығы 96 см болды, ал биіктігі 10 және диаметрі 31 см корзина шықты. Енді осыған синтепонмен орауымыз қажет. Синтепонның қалыңдығы менде 2 см болғандықтан мен 2 қабаттап аламын, яғни 4 см болатындай. Және синтепонды мен ішкі жағына да жабыстыратын боламын. Бірақ ішкі жағына синтепон жабыстырмасаңыздар да болады. Мен сыртына да ішіне де жабыстыратын болып шештім. Жаңа видеоның басында дайын корзинаны өлшеген кезде бізде ұзындығы 96 см болып шыққан болатұғын. Енді синтепонды да солай 96 см қылып аламын, бірақ маған 2 есе қажет болғандықтан шамамен 2 метрдей синтепон, ұзындығы 2 метрдей, ал биіктігі 20 см қажет. Өйткені сыртқы биіктігі 10 см және ішкі биіктігі 10 см болып шығады. Егер тек қана сыртына жабыстырсаңыздар, онда ұзындығын 2 метр, егер 2 қабаттап алатын болсаңыздар, ал биіктігін 10 см қылып қана алсаңыздар болады. Менің синтепонмен орандығандағы түрі осындай болып шықты корзинамның. Енді осыны матамен орауымыз қажет. Жалпы тек қана синтепон емес, поролон пайдалансаңыздар да болады. Поролонның қалыңдығы 2-3 см болса жеткілікті. Енді матаға келейік. Мата менде королевский велюр деп аталады. Сатып алынған кезде заводской дейміз ғой, яғни заводтан шыққандағы дайын ені 1,5 метрлік мата болған. Сол 1,5 метрлік еніне қарай қатты созылады, қарасаңыздар, ал ұзындығына қарай ол ақырын созылады. Ең алдымен бізге 31 см диаметрдегі дөңгелек қиып алу қажет матадан. Өйткені біздің корзинамыздың түбі 31 см. Яғни ешқандай тігіске артық ештеңке қалдырмаймын, матам созылмалы болғандықтан. Және енді ұзындығын өлшеп, бізде ұзындығы негізі синтепонсыз 96 болған, сол 96 см пайдалана беремін. Және биіктігін 24-25 см қылып алсаңыздар да болады матаның. Өйткені міне осы биіктіктен біз тігіске орын қалдырамыз, ал дөңгелектен тігіске орын қалдырмаймыз. Мен матамды 2 бүктеп алдым. 96 см-ді 2-ге бөліп, 48 см және биіктігін 24 деп алдым. 24 см-дің енді 4 см ол ішкі және сыртқы тігістерге кетеді. 20 см дегеніміз сыртқы биіктігіміз 10 см және ішкі жағын қаптау үшін тағы да 10 см кетеді. Енді матамызды осылай беттестіріп, алдымен булавкамен түйреп, корзинамызға өлшеп кигізіп көреміз. Өйткені матамыз бізде тартылып, әдемі болып тұру керек. Егер тым ұзын болып кетсе матаңыз, онда сіздің матаңыз бұлжырап, корзинаңыз сүйкімсіз болып қалуы мүмкін. Яғни артық сияқты болып көрініп тұрады маталар. Менде дәл келді. Сол 96 см, оның 2 см тігіске кетсе, 94 см-лік матам қатты созылмалы енін алған кезде сол енімен жақсы корзинаға келіп тұрды.
Енді дөңгелекпен сол үстіңгі төрт бұрыш матаны бір-бірімен беттестіріп тігуіміз керек. Алдымен дөңгелегімізді төртке бүктеп, осылай төрт жағынан бірдей ара қашықтағы төрт нүкте белгілеп аламыз. Дәл осылай үстіңгі төрт бұрышты матамызды да төрт жағынан төрт нүкте белгілеп аламыз. Енді әрбір нүктені дөңгелектегі және төрт бұрыштағы матадағы нүктелерді бір-бірімен беттестіріп, булавкамен түйреп шығамыз. Бұл бізде тіккен кезде әрбір ара қашықтыққа матаның бірдей көлемі, бірдей размері кету үшін қажет. Өйткені сіздер олай белгілемесеңіздер, сіздерде бір жері тартылып, немесе бір жері тым бос болып қалуы мүмкін. Мен барлық корзинаны тіккен кезде осылай жасаймын, өзіме осы әдіс өте ыңғайлы. Машинкамен мен осылай тігіп алдым. Міне дөңгелек пен төрт бұрышының тігістері жақсы түсті. Енді осыны корзинамызға кигізу ғана қалды. Тігісіміз корзинаның дәл бұрышына келмей, кішкене ішкі жағына қарай кіріп тұрады да, яғни шов дейміз ғой, сол тігісіміз көрінбей жасырынып тұрады. Енді мына жанындағы тігісті екі жаққа жіберіңіздер, өйткені ол томпиып көрініп қалуы мүмкін. Ішкі жағына клейді жағып, яғни корзинаның бұрышына клейді жағып, матамызды сол жерге ұстап тұрамыз. 10-15 секундтай тоже ұстау керек болады, өйткені матамыз тартылып тұратындықтан ол кейде бірікпей ашылып кетуі мүмкін. Сондықтан кішкене ұзағырақ ұстап, асықпай жақсылап тартып отырып клейлеп шығамыз. Енді ішкі жақтағы картонды жабу үшін ішкі жағын алдымен өлшеп аласыздар. Шамамен мысалы біздің корзинамыздың негізгі диаметрі 31 болатын болса, ішкі жағындағы жабылатын дөңгелек тұсы 30 немесе 29 сантиметр болуы мүмкін. Менде торттың 29 сантиметрлік подложкасы дәл келді. Мен соны ақ матамен қаптай салатын боламын. Бұл жерде де алдымен төрт жақ жанын, бұрышын белгілеп матамен орап аламыз. Одан кейін барып жан-жағындағы ашық бөліктерін клеймен жабыстырамыз. Матаның артық тұстарын қиып алып тастауды ұмытпаңыздар, өйткені артық тұстары матаның картонның астынан томпиып ұстаған кезде білініп, кейде өзі де томпиып көрініп қалуы мүмкін. Енді корзинамыздың түбіне клейімізді жағып, осылай бетіне дөңгелек картонымызды қоя саламыз. Ал әсемдеуге келетін болсақ, енді бұл жерде әркімнің өз талғамы бар. Мен алтын және күміс түстегі екі метражды полубусиналарды пайдаланатын болдым. Бұл жерде сонымен қатар үкіні де, лентаны да, стразыларды да пайдаланамын. Дайын корзинам осындай түрде болды. Бұл оформление енді өзімнің талғамым бойынша жасалды. Бұл жерде филигранды да қостым мен, лентаны да қостым, метражды бусиналарды да қостым, және ішкі жақтың шовын жасыру үшін, яғни тігісті жабыстыру үшін сары метражды бусинкамен клейлеп жабыстырып қойдым. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет.